Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі айтатын тақырып банан. Бананның пайдасы және де қандай банан таңдағанымыз дұрыс жайлы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көруіңізді өтінемін. Және видео соңында қандай банан таңдау керектігін жайлы айтылатын болады. Жалпы бананды балалар ғана емес, ересектер де сүйсініп жейтін жеміс. Банан құрамындағы сахароза, фруктоза және глюкоза арқасында ол асқазанда тез әрі жеңіл қорытылып, бойға күш-қуат сыйлайды. Ертеде банан жемісін ертегі әлемнің жемісі деп атаған. Себебі дәм татсаң қарның тояды, әрі денсаулыққа пайдалы, әрі асқазанға берер шипасы мол. Тәтті және дәмді жемістерде адам ағзасына қажетті пайдалы заттар бар. Олар калий, темір, кальций, магний, фосфор, селен бөлінеді. Құрамында күл, талшық, крахмал, моносахаридтер де бар. Витаминдердің көпшілігі С, Е, В1, В6 және ПП. Провитаминнен А бар. Барлық компоненттер белгілі бір функцияларды орындайды және айтарлықтай пайда әкеледі. Е дәрумені жастыққа, терінің серпімділігіне жауап береді. Аскорбин қышқылы антиоксидант, ол иммунитетті арттырады. В дәрумені өнімділікті жақсартады, жүйке жүйені жақсартады. Каротин қан тамырларды нығайтады. Пепи дәрумені қабынуды жеңілдетеді, жараларды емдейді. Банан стресс, маусымдық депрессия және жаман көңіл күймен күресуде тамаша көмекші. Биогенді аминдер, серотонин, тирамин, домофин орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Және Альцгеймер ауруы және жүйке жүйесінен басқа аурулар сияқты кез келген аурулардан сақтайды. Ол бүйректе тастарда пайда болуына жол бермейді. Банан құрамындағы калий мен кальций бүйрек жұмысын жақсартып, несеп бөліну жылдамдығын төмендетеді. Тәжірибелер мен зерттеулердің нәтижесінде бананды үнемі жеу бүйректің қатерлі ісігінің қаупін азайтады. Калийге бай бұл жеміс қан қысымын реттеп, инсультке, инфарктқа шалдығудың алдын алады. Сондай-ақ жүрек, көк тамыр ауруларына таптырмас жеміс. Европа елдерінің мектептерінде оқушыларға таңертеңгі және түскі ас кезінде банан береді. Себебі банан баланың ойлау қабілетіне жақсы әсер етеді. Таңертең аш қарынға банан жегіңіз келсе, жасылдауын таңдағаныңыз дұрыс. Өйткені сары банан ағзаға ауырлы түседі, себебі оның құрамындағы көмірсулар мөлшерден тыс көп. Көпшілігі бананды түсіне қарап екіге бөледі. Сарғышы тәтті әрі піскен, ал жасылы пайдалы болса да тәттісі аз дейді. Дегенмен маркеттердегі банандардың көпшілігі тұтынуға жарамайды, себебі оның ұшына қарасаңыздар қарайған зеңді болып келеді. Зең ол кәдімгі грибок, ол бананның ауру екендігінің дәлелі. Егер зең бананның ұшында ғана болса, ол жерде ғана тұрады деп ойламаңыздар, себебі ол микроорганизм, ол әп-сәтте бүкіл жеміске тарайды. Ал оны жеген балаларды көбінесе жөтел, үнемі мұрнынан су ағу, ал ересек қыз-келіншектерде выделение, кандидоз секілді симптомдар мазалайды. Сол үшін бананды таңдаған кезде түсіне қарап емес, ұшына қарап таңдаңыздар. Банан ұзақ жолға төзу үшін оны жасылдай жұлады. Сөйтіп оған пестицидтер мен түрлі қоспалар егеді. Оның әсерінен түрлі онкологиялық аурулар тудыруы мүмкін. Сондықтан бананды қабығын ашымас бұрын жуып жеген абзал. Қазақша контентті қолдап, каналға жазылуды ұмытпаңыз.